Саламатсыздар ма, құрметті Меркі ауданы тұрғындары. Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде өзімді ұсынамын. Менің есімім Құдай Зорге Рүстемұлы болады. Мен аудан әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы боламын. Келісесіздер ме? Ешкімде хат болмаса, сол көтерейік. Жақсы, келесі енді бізде күн тәртібінде Қазақгаз аймақ акционерлік қоғамдастығының жаңа өндірістік филиалы объекттеріне 2026-35 жылдарға арналған екінші санатты экологиялық рұқсат алуға қатысты құжаттама түзету бойынша ашық жиналыс нысанындағы қоғамдық тыңдауларды өткізу. Жиналыстың регламенті: тыңдауға қатысушыларды тіркеу 10 минут, қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен хатшысын сайлау 5 минут, күн тәртібін бекіту 5 минут, жоба бойынша баяндама 10 минут, қатысушылардың пікір айту мен баяндаушылардың сұрақтарға жауап беруі 15 минут, қорытынды сөз бен шешім қабылдау 15 минут. Тағы да айта кететін жайт, қоғамдық тыңдаудың хатшысы ретінде Жұмаділдә Нарқын Сәметбекұлының кандидатурасын ұсынамыз. Дауысқа салайық, кім келіседі? Енді баяндама. Есім Құлтаев Бөлехан Досмұратұлы, ТО Талдырыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ішіндегі эколог маманы болып табылам. Осы жобалау бойынша жауапты маман, яғни қазір осы баяндама бойынша түсіндіріп өтеміз. Толыққанды ел туралы Қазақгаз акционерлік қоғамы, Қазақгаз аймақ акционерлік қоғамы Жамбыл өндірістік филиалы объектілеріне 2026-35 жылдарға арналған екінші санатты экологиялық рұқсат алуға қатысты құжаттамасына түзетулер мен өзгертулер енгізілгеніне байланысты осы жоба дайындалған болатын. Жобаның бастамашысы Қазақгаз акционерлік қоғамы, жобалаушы Талдырыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып табылады. Негіздемеге сүйенейік. 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабында қоғамдық тыңдаулардың бірінші қағидасына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Екінші қағидамызға сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптама шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізу ережелеріне сәйкес өткізілетін болады. Жұмыс аумағы туралы жалпы мағлұмат айта кететін болса, Қазақгаз акционерлік қоғамы Жамбыл өндірістік филиалының негізгі қызмет түрлері табиғи газды тарату, газ құбырлары арқылы тасымалдау, тауарлық газды өткізу және сервистік қызметтер көрсету болып табылады. Қазақгаз аймақ акционерлік қоғамының Жамбыл өндірістік филиалының 10 өнеркәсіптік алаңы бар. Осы жерде газ шаруашылықтарының Тараз, Рысқұл, Жамбыл, Мерке, Талас, Қордай, Жуалы, Байзақ, Шу, Сарысу объектілері көрсетілген болатын. Түзету енгізу қажеттілігіне негіздеу туралы айтатын болса, 1 ақпан 2026 жылы жағдай бойынша филиал бойынша газ шаруашылық объектілеріне қатысты бастапқы деректер жаңартылған болатын. Жүргізілген есептеулердің нәтижелері бойынша филиал бойынша шығарындыларымыздың жиынтық қолданыстағы лимиті жылына 6.490 тоннаны, ал сұратылып отырған лимит жылына 7.229.126 тоннаны құрайтын болады. Қолданыстағы экологиялық рұқсатқа сәйкес 2026-34 жылдарға арналған қалдықтар лимиті жылына 133.1 тоннаны құраған болатын. Жоспарлы кезеңге кәсіп орын бойынша сұратылып отырған қалдықтарды жинақтау лимиті 158.122 тоннаны құраған болатын. Газ шаруашылық бойынша шығарындылардың салыстырмалы кестесі осы кестеде белгіленген болатын. Тараз, Рысқұл, Жамбыл, Мерке, Талас, Қордай, Жуалы, Байзақ, Шу, Сарысу, оның барлығы 6.979 бүтін. Жоғарыда айтылып өткендегідей тоннаны құраған осы қолданыстағы лимиттердің мөлшері, сұратылып отырған лимиттің мөлшері 7.229.126 тоннаны құрап отыр. Барлық көздері 388, оның ішінде организованный, неорганизованный деп осы кестеге бөліп қойдық. 234-ті құрайтын болса организованный источник, неорганизованный источник 134-ті құраған болатын. Қосылған қалдықтарды ескертілген кестемізге назар аударатын болсақ, әрбір мекемеде, яғни
өндіріс орны болғаннан кейін қалдықтарды жинақтау лимиттері көрсетіледі. Олардың ішінде қалдықтың атауы бірінші көрсетілген кестемізде, екінші коды, лимиттер, үшінші сұратылған лимиттер, сондай қандай өзгерістер болғаны көрсетілген осы кестемізде. Бірінші қалдықтың атауы туралы айтатын болсақ, қауіпті заттармен ластанған майлау сүрту шүберектерін, екінші пайдаланған лак бояу материалдарын, ыдыстары, карбид қалдықтары, қолданыстан шыққан моторлық трансмиссиялық майлау моторлары, пайдаланған май сүзгілері, қорғасын аккумуляторлары, жетінші кестемізде құрамында қауіпті заттары бар пайдаланған антифриздер және де өзге де қалдықтың түрлерін осы кестемізден көруімізге болады екен. Мына жерде коды, яғни қалдықтардың коды, паспорт кодып жасалған кезде осы кодтар жазылады, сондай-ақ лимиттері барлық көрсетілген осы кестемізде. Қоршаған ортаға кері әсерді азайту шаралары, яғни өндіріс орны болғаннан кейін барлығымыз білеміз, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары жасалану керек, ол міндетті талап қағидаларына сәйкес болып келеді. Олардың ішінде атап өтетініміз газдың ағуын алдын алу шаралары, қосылыстардың герметикаларын қамтамасыз ету, авариялық жағдайларды азайту барынша, уақытлы техникалық қызмет көрсету, тозған жерде учаскелерін ауыстыру, жөндеу кезінде газды шығару көлемі мен уақытын қысқарту болып табылады. Моральды және физикалық тұрғыдан ескірген жабдықтарды кезең-кезеңіне ауыстыру, жаңа буындағы герметикалық арматураны кеңінен қолдану, қысым мен жабдық күйін қашықтан бақылау жүйелерін енгізу, газ анализаторлары мен ағуды анықтау құралдарын пайдалану, жөндеу және ақауларды есепке алуды цифрландыру, технологиялық газ шығарындыларын азайту, қазандық және қосалқы жабдықтардың энергия тиімділігін арттыру болып табылады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Жоба бойынша қысқаша түрде түсіндіріп өттік. Қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, қоюларыңызға болады. Если какие-то вопросы по данному слайду, если было на казахском языке что-то непонятно, можем объяснить на русском языке. Сұрақ жоқ па? Ешкімде? Қорытынды бір сөз айтып жіберсеңіз өзіңіз. Ал баяндамаңыз өте орынды болды. Рахмет сөзіңізге. Жақсы. Барлықтарыңызға рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп бердіңіздер. Оған тыңдауда жарық деп жариялаймыз онда.